Өңір жетекшісінің төрағалығымен әкімдіктің кезекті отырысы өтті. Қазіргі таңдағы өзекті деген орақ науқанының барысы, жаңа оқу жылына дайындық және жылыту маусымына әзірлік мәселелері күн тәртібіне шығарылды. Жиын селекторлық режимде өткізіліп, оған барлық аудан өкілдері қатысты. Ата заң күніне орай жиында 19 азамат елбасының атынан мерейтойлық медальдарға ие болды. Тақырыпты Назерке Ғалым жалғастырады. Биыл солтүстік Қазақстан облысы 4.366.000 гектар алқапқа ауыл шаруашылығы дақылдарын екті. Жер апшысын қуыратын жаңа техникалар қатарына жергілікті Қазтехмаш зауытының комбайнында қосылды. Бағасы 46 миллион теңге тұратын ауыл шаруашылығы машинасы шетелдік Джандир гластардан кем түспейді дейді мамандар. Егінге орақ салынғалы көп уақыт өте қойған жоқ. Дегенмен қазірде ырыс дәнінің бір шамасы жиылып үлгерген. 4 миллиона 366,4 тысячи гектаров. Ағымдағы жылы 4 миллион 366,4 мың гектар жерден ауыл шаруашылығы дақылдарын жинау көзделіп отыр. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 19,6 мың гектарға көп. Дәнді дақылдардың көлемі 3 миллион 210 мың гектарды құрады. Оның 2 миллион 321 мың гектары бидай. Майлы дақылдардың көлемі 469 мың гектары. Жем-азық 653 мың гектарға отырғызылды. Орақ науқанына 9 мыңға жуық комбайн жұмылдырылған. Мысалы, Айыртау ауданы биыл 15 комбайн алса, Мүсіреповтіктер 14, Ақжарлықтар 9 техника алған. Алтайынша Уәлиханов Шалақын ауданның шаруа қожалықтары осы жылға техника паркін жаңартпапты. Дегенмен агрегат тапшылығы байқалмайды. Бір сөзбен айтқанда, қажетінің бәрі бар. Қол күші де жеткілікті. Астық түсімі гектарынан орта есеппен 12 центнерден айналып жатыр. В полном объеме готовы наши все комбайны сегодня. Орақ науқан ойдағыдай аяқтауға еш кедергі жоқ. Жұмыскерлері бар, жанар-жағармайлар жетерлік. Астық қабылдау пункттері дайын болғанымен элеваторлар жалпы кептіргіштердің дайындығын ескеруі шарт. Ауа райына сенім жоқ, осы күз суық болады деп күтілуде. Сондықтан барлық күшті ораққа жұмсау керек. 2 ауысыммен 24 сағат істеу қажет. Жиында қаралған келесі мәселе жылыту маусымына дайындық барысы. Бар болғаны 2 айда қылышын сүйретіп қыс келеді. Бүгіндері Петропавл қаласында 1041 көп қабатты үйдің тек 450 ғана жылыту маусымына даярлықтары жөніндегі тиісті құжаттарын алған. Жағдай мәз емес екені анық. Сонымен қатар облыс орталығында жылу құбырлары ауыстырылып жөнделуде. Кесірінен қаланың жартысы күннің суығында жылы сусыз отыруға мәжбүр. За счет бюджетных средств в городе Петропавловске ведется строительство. Петропавл қаласының бюджетті 3,8 миллиард теңгенің қаражатына 6 шақырым жылу жүйелерінің құрылысы жүріп жатыр. Қазіргі таңда 4,5 шақырым аяқталды. Облыс басшысы тамыздың аяғына дейін шаһарда жүріп жатқан ағымдағы жөндеу жұмыстарын тездетіп аяқтап тұрғындарға жылы суды беруді тапсырды. Маңызды науқанның басталуына уақыт аз қалды. Сондықтан өңір жетекшісі аудан әкімдеріне де жұмысты ширатуды міндеттеді. Акимом Жамбылского, Кызылжарского, Ишильского, Тимирязевского, Шалакын и Уәлихановского. Жамбыл, Қызылжар, Есіл, Тимирязев, Шалақын және Уәлиханов аудандарының әкімдеріне білім беру нысандарындағы қазандықтарды жөндеу жұмыстарын ағымдағы жылдың 15 қыркүйегіне дейін аяқтау керектігін ескертемін. Айыртау, Мағжан Жұмабаев және Аққайың аудандарының әкімдеріне көмірді жеткізуді 10 қыркүйекке дейін аяқтауды тапсырамын. Петропавл қаласының әкіміне 2 жылу магистраліндегі жөндеу шаруаларын қауырт маусым басталғанша соңына жеткізуді жүктеймін. Бірер күннен соң жаңа оқу жылы басталады. Биыл аймақ бойынша 5427 бүлдіршін мектеп табалдырығын алғаш аттамақ. Бұл былтырғымен салыстырғанда әлдеқайда жоғары көрсеткіш көрінеді. Ерік Сұлтанов бұл салада да қордаланған мәселелер болмауы тиіс деді. В первую очередь надо завершить. Біріншіден, білім беру нысандарында жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында жоспарланған күрделі жөндеу жұмыстарын аяқтауды тапсырамын. Оқу орындарын 10 қыркүйекке дейін көмірмен қамту шарт. Жиын соңында бір топ азамат Конституция күніне орай елбасының атынан мерейтойлық медальдармен марапатталды. Назерке Ғалым, Анатолий Биланок, ақпарат.